жалпы орта білім беретін мектептің оқушылары. Сіздерге 30 қараша мен 4 желтоқсан аралығында қазақ тілі мен әдебиет пәні бірлестігінің апталығы өтетіні туралы хабарлаймыз. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Менің аты жөнім Коканова Айгүл Тұрсыновна. Біздің қазақ тілі апталығында өтетін сабақтың тақырыбы Ыбырай Алтынсаринның Қыпшақ Сейітқұл әңгімесі. Сабақтың мақсаты әдеби шығармадағы идеяларды анықтау. Сәлеметсіздер ме оқушылар мен мектеп оқытушылары. Мен қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Дүрмекбаева Айнаш Төлеуғазықызы. Оқыту орыс тілінде жүргізілетін 3-ші Б сыныбына қыс айлары деген тақырыпта сабақ жоспарлап отырмын. Бұл сабақта біз қыс айларының атауымен, жаңа сөздермен және сөз тіркестерімен танысамыз. Сонымен қатар Абайдың қыс өлеңіне шолу жасаймыз. Сәлем оқушылар, мен қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі Исабаева Айдана Мағжанқызы. Ашық сабағымыздың тақырыбы халықты зар еткен, зобалай заманда жыр еткен ақынның бірі Шортанбай Қанаев. Қазақ халқының 19 ғасырдағы көрнекті ақындарының бірі Махамбет Өтемісұлының ерлігі мен шығармашылығына тоқталамыз. Шығармаларының ішінде Мен едім өлеңінің идеясына терең үңілеміз. Сәлеметсіздер ме құрметті мұғалімдер және оқушылар. Менің аты жөнім Еркінбекова Меруерт Айдановна. Ашық сабағымның тақырыбы менің ауылым. Мақсаты сюжетті сурет негізінде сөйлеу. Қайырлы күн құрметті ұстаздар және оқушылар. Қазақ тілі апталығында 10 сыныптарға өтетін жерлесіміз Медеу Сәрсекенің Ұлы кемеңгерге жазған Қаныш Сәтбаев роман-эссесі бойынша зобалаң жылдар бөлімімен танысамыз. Сіздерге қызықты болады деген сенімдемін. Бізбен бірге болыңыз.